Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұрақты тоқ электр тізбектері. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғының қанша түрі бар? Электр тізбегі дегеніміз не және қанша түрде жалғанады? Осы сұрақтардың жауабын тапқан болсаңыздар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тұрақты тоқ электр тізбектерімен танысайық. Сабақтың мақсаты: электротехниканың негізгі ұғымдары, заңдарын және әдістерін игеру, электр тізбегі жайлы және оның жұмыс тәртібі туралы түсінік қалыптастыру, тізбек құруға қажетті жабдықтармен таныстыра отырып, өткізгіштердің тізбекке жалғану әдістері мен оларды есептеу жайлы мағлұмат алу. Әрі қарай, электрлік тізбек және оның элементтері. Электрлік тізбегі дегеніміз электр тоғына жол құрайтын электрлік тоқ, яғни электр қозғаушы күш және электрлік кернеу туралы түсіндірілген электромагниттік процесс құрайтын құралдар мен объектілердің жиынтығын айтамыз. Зарядталған бөлшектердің реттеліп бағытталған қозғалысын электр тоғы деп атаймыз. Электр тоғы тұрақты және айнымалы болып екі түрге бөлінеді. Электр тізбегі электр тоғының ең маңызды жол құрайтын элементі болып табылады. Электр тізбегі бірнеше түрде жалғанады: параллель, тізбектей, аралас, жұлдызша және үшбұрыштап. Барлық компоненттері тізбектей жалғанса, бұл тізбекті тізбектей жалғану деп атаймыз. Мысалы, гирляндалар тізбектей жалғанады, сол себепті бір лампочка өшсе, барлығы бірге өшеді. Параллель жалғану кезінде тоқ көздері компоненттер арқылы бөлінеді. Егер тізбек бойында ақау болса, немесе тұйықталған болса, электр тоғы ағу бағытын тоқтатады. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы, яғни И тең У бөлінген R. Яғни тұйықталған тізбектегі тоқ кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал. Кирхофтың бірінші заңы. Электр тізбегінің кез келген түйіндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Мұнда түйінге қосылған тармақ саны көрсетілген. Кирхофтың бірінші заңы бойынша теңдік жазу барысында тоқтар түйінге қарай бағытталып, тоқтар оң таңбамен алынады, ал түйіннен кері бағытталған тоқтар теріс таңбаға ие болады. Кирхофтың екінші заңы. Кез келген электр тізбегін тұйық кернеудегі электр қозғаушы күш алгебралық қосындысы барлық бөліктердегі кернеулерін алгебралық қосындысына тең. Тұрақты тоқ тізбектерінің негізгі заңдары көрсетілген. Электр тізбектерін есептеуде белгілі бір өлшем бірліктер қолданылады. Электрлік тоқ ампермен өлшенеді, кернеу вольтпен, кедергі оммен, қуат ваттпен, электр энергиясы ватт сағатпен және өтімділік сименспен өлшенеді. Электр тізбегінің талдауында жұмыс барысының келесі жағдайлары қарастырылады. Ол бос жол тәртібі, нақтылы тәртіп, келісілген тәртіп, қысқа тұйықталу тәртібі. Сабағымызды қорытындылай келе, өз білімдеріңізді тексеру үшін келесі сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Бірінші сұрақ: тұрақты тоқ электр тізбегі дегеніміз не? Екінші сұрақ: электр тізбегі қанша түрде жалғанады? Үшінші сұрақ: Ом заңы. Төртінші сұрақ: Кирхофтың бірінші заңы. Бесінші сұрақ: Кирхофтың екінші заңына анықтама беру. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.